тақырыбым бақытымның бастауы сәтсіздік бәлкім шығарау деп аталады. Жалпы бақыт деген не өзі? Бірде Мұқағали Мақатаевтың баласы әкесіне келіп, мұғалім бізге бақыт жайлы шығарма жазғыз. Мен ештеңе жаза алмадым. Бақыт деген не дегенде, ақын, бақыт деген әркімдерде бір арман, сол арманның шыққан жері құмардан, ал сен үшін бақыт деген бүгінгі бақыт жайлы жаза алмаған шығарман деген екен. Демек, бақыт белгілі бір сәтсіздіктер екен ғой. Менің де сіздерге бүгін сабақ болсын деп, кейінгі жастарға, жас мамандарға өмірімнің нағыз маңызды сәтіндегі бірнеше сәтсіздікті айтып бергім келіп тұр. Сонымен жүрек қалауымен педучилищені бітірейін деп жатырмын. Сол жылы Казгудың физика-математика факультетінің мұғалімі болам деп шештім. Арманым асқақ. Содан бір күні бірнеше күн қалды бітуге, педучилищенің директоры шақырып алып, педагогикалық кеңестің шешімімен сізді Москвадағы Крупская атындағы пединститутқа мақсатты жолдамамен жібергіміз келіп отыр. Қалай қарайсыз? Бірақ бітіргеннен кейін өзіміздің училищеге келіп, педагогика мен психологиядан сабақ бересіз дейді. Ойланған жоғым, қуана келістім, жүрек деген лүпілдеп, арман, асқақ, физика, математиканың бірден ойдан шықты, Москваға барам деген. Ол кезде керемет қой, Астана тұғын. Содан орыс тілінен ғана диктант жазасыз деді. Ойлап тұрмын. Жоғары оқу орнына түсу мүмкіндігім күшті. Қызыл диплом бітірейін тұрмын ғой, енді орыс тілінен жазып шығам әйтеуір. Екінші, бітіргеннен кейін жұмысым бар, ең бастысы деп қуанып жүрмін. Содан оқу аяқталды. Бәрі жан-жаққа кетті, студенттер, мен ғана қалдым, жалғыз өзім. Не? Жолдаманы күтіп жүрдім. Жолдама жоқ. Уақыт өтіп жатыр. Жүрегім басқаша соға бастады, бір жамандықты сезетін секілдімін. Содан бір күн директор шақырып алып айтады: сіз биыл бізге бөлінетін мақсатты жолдама басқа облысқа кетіпті. Биыл үлгірсеңіз, өзіңіз қалап жүрген жоғары оқу орнына барғыңыз келсе, барып тапсырыңыз. Үлгірмесеңіз, келесі жылы бізге хабарласыңыз дейді. Сәтсіздік деген осы емес пе? Кәдімгідей төбеңнен бір су құйып жіберген сияқты аспан айналып жерге түскендей, қазіргі жастардың тілімен айтқанда стресс. Жыладым бір күн, бірақ ұзақ қайғыруға уақыт жоқ менде. Бір күн ғана ертеңіне жүкті жиып алып, Алматы қайдасың, өзімнің мақсатымдағы Казгуге шықтым. Барсам, қалай ойлайсыздар? Бітіп кетіпті. Құжат тапсыру уақыты бітіп кеткен. Екінші сәтсіздік, соққы ұрып жатыр. Тағы да ойлануға болмайды, қайтпайым, алға тек қана менде сырттай тапсырам дедім. Не болғанда да мен физика, математика пәнінің мұғалімі болам деп. Ал о жылдары сырттай оқу бөліміне, сіз біліп отырсыз, қабылдамайды физика, математикаға. Сонымен амал жоқ, үшінші соққын алдым, үшінші сәтсіздік, кәдімгі есеңгіреп қалдым, нокаут алған сияқты. Сонымен, бірақ тісім бататыны қазақ тілі мен әдебиет деп ойладым. Тапсырып көрейін дедім, әйтеуір қайтпауым керек. Тапсырсам, байқап тұрсыздар ғой, қазір мен қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімімін, филология факультетіне түсіп кеттім. Содан сол жылы бір ай установочный курс деген болады екен. Қазақстанның 5 облысынан келген, жан-жақтан келген 5 қызды тағдыр бір бөлмеге тоғыстырды. 4-еуі бірінен бір өткен, қазақ тілінің әдебиет кәдімгі майын ішкен сияқты. 4-еуінің сүйікті ақындары бар, тұмаға деп өздеріне кәдімгідей меншіктеп қойған. Мен қызығып, тамсанып, таңданып, олар ауыздарынан шыққан сөздің бәрін жаутаңдап жазып алып, сөйтем. Содан келесі сессияға келгенде, олардың әрқайсына бір-біреу бар ғой, менде 4 сүйікті ақын болды ғой. Және олардан маған жұққан тағы бір қасиет, бір күт сөз айтады, бір сөйлепке жатамыз да, сол сөз не түйіні болады ғой, соны ұстап алады да, соған арнап, өздері өлең шығарады, немесе біреудің өлеңін оқиды. Сынықтан басқаның бәрі жұғады, ол да жұқты маған. Бітірем дегенше. Енді келесі бір сәтсіздігіме осы қасиет маған көмектесті. Енді соны айтып берейін. 1 қыркүйек салтанатты жиыннан кейін 11-ші Г класына
қазақ әдебиетінен сабақ беретін болып кіріп келе жатырмын. Тәжірибелі мұғалімдер әбден мақтаған, бұл сынып ерекше, бұл сынып ақылды, сосын соған лайық болайын деп дайындалып, кәдімгідей асайым сүйімді сыныпқа кіріп келген кезде бірден қазір тілмен айтқанда, қазір білсем, ол сөз ол кезде білмеймін, менің тәжірибелі мұғалімдерім маған пранк жасаған екен. Неге дейсіздер ғой? Ол кезде аудан орталығында 9-шы сыныптан кейін 9 жылдық мектептер болады, 10-11-ді үлкен мектептерге барып оқытады. Содан жиналған және ол толмаған кезде әр сыныптағы өздерінің тырнақшаның ішіндегі сүйікті оқушылардың бәрін осы жаққа жинаған, ылғи ер балалар кіріп барған кезде сол ер балалар маған кәдімгідей қарағаны қызық енді. Шекелерінен қарап тұрмын. Біреулері тіптен адам құрлы көрмей бір-бірімен шүйіркелесіп сөйлесіп отыр. Бірден бүгінгі менің сабақ жоспарымның сәтсіздікке ұшырайтын бірден білдім. Жүрегім сезді. Кірдім де балалар аянышты дауыс па білмеймін енді бір ол кезде сіздердің маған көмектеріңіз келіп тұр деп кірпігімді қағып сосын жігіттер жағы әйел адам көмек керек десе, қолдау керек десе кішкене жүректері жібейді өзі. Бірақ ол кезде олды білмеймін, ол кезде ол құпияны білмеймін. Алла аузыма салған шығар сол сөзді. Ұлдар бүйтіп отырды жаймен маған қарап. Мен сіздерге бір қызық әңгіме айтып бергім келіп тұр дедім. Енді қыздар елең ете қалды. Қызық әңгіме десе біз өзі елең дейтін қазақпыз ғой. Енді қыздар отырды. Сосын сол кезде маған көмекке келген бір аңыз әңгіме болды. Ойыма келді. Әбден ана 4 қыздан мен ортамнан үйреніп алғанмын ғой, әңгімеге қанықпын. Суарылып келгенмін. Содан бір әңгімені айта бастадым. Сосын ортасына келген кезде осы екі жігіттің дауын мен әлі күнге дейін шеше алмай жүрдім. Бәрі айтып жатыр сіздерді ақылды жігіттер жиналған деп, осыны маған шешіп беріңіздерші деп едім. Бәрі кәдімгі ақылды кейіп танытып, аспанға қарап ойланып, біреулер жаза бастады. Дәл сол кезде енді жеңіске жеттім деп тұрмын ғой, кішкене масайрап. Есік сарт етіп ашылды, кәдімгі чиптау деймін есікті. Өзім шошып кеттім, айқара ашылды. Есіктен бір ұзын бойлы қара торы бір жігіт кірді. Маған бір оқушыларға бір былай қарайды. Сөйтсем, олар менің сабағымды бұзу туралы жоспар құрған екен. Бұл жоспардың екінші бөлігі екен. Оған дейінгі кіріп келгенде ол басқа ситуацияның үстіне түсу керек. Келді, ана балалар кәдімгі бір нәрсе ойланып отыр. Содан олар менің сабақ жоспарымның сәтсіздікке ұшыраған сияқты, олардың да жоспары сәтсіздікке ұшырап тұр ғой дәл осы кезде. Сәтсіздік дегенді қойсайшы бұл. Соның қасына бардым да, сіз осы сыныпта оқисыз ба? Былай қараймын енді ұзын жігіт. Сосын, иә, қайда жүрсіз? Сіздерді таппай қалдым дейді. Ал техника қосылады. Таппадым деген сөз ғой. Қасына бардым да, еш нәрсеге, ешкімге алаңдамай, жүруші едім, кезіктім саған қалай. Қалай таптың сен мені бұл әлемде? Жол сілтеген кім саған, маған қарай? Содан әлгі бала қып-қызыл болып кеткен, қарайып кетеді ғой, қарап тұр. Ол кейін айтады, мен ғашық болып қалды деп ойлапты кірген кезде. Жаңағы жас мұғалім маған өлең арнатты. Кейіннен ол Фаризаның өлеңі десем, сенбейді ғой сіз маған арнағансыз деп. Содан қалай ойлайсыздар? Сол жылы ол бала бірінші қыркүйек қой кездескеніміз. Арманның бәрін өзгертіп, журналист болам деп шешті. Және қазір мықты журналист. Күндердің бір күні облыс әкімнің баспасөз хатшысы болып келеді облысымызға. Содан айтады ғой, бізде қазақ тіліне сауатты жазатын адам жоқ. Бізге тауып беріңізші бір адам десе, ол үшін облыс бойынша Нағиша апайдан артық қазақ тілінің маманы жоқ. Сөйтеді де Нағиша апай деп шақырады, облыс әкімнің орынбасарына шақырып жатыр дейді. Содан барсам, сіз облыс әкімнің кеңесшілігіне сізді ұсынып отырмыз. Советник қой енді облыс әкімінің. Не қыласыз, қалай қарайсыз? Жүріңіз Қырекеңе кіреміз дейді. Білесіз ғой, Қырымбек Көшербаев бұл кезде әкім. Сосын мен айтам, жоқ, Қырекеңе кірмейміз деп. Сосын неге дейді? Мен үшін қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болудан артық мәртебе, содан артық қызмет жоқ дедім. Солай бас тарттым.
Ал әлгі сабақтардағы ең бірінші сабағымдағы мені құтқарған аңыз әңгімелер бар ғой. Әр сыныпты енді қазақ тілі әдебиет сабағын әсіресе сол күнгі тақырыпқа сай оқиға, әпсана, әңгіме, аңыз соларды дайындап келеміз. Мен дайындаймын, кейбіреуін оқушылар дайындайды. Тәрбиелік тірек сөз деген тауып алдық. Афоризм қылып жазамыз, ойдан шығарамыз. Соның бәрі жинақталып келіп, мен Қызылордадағы білім инновация лицейінің 250 қызының ортасына түскен кезде қыздармен сырласу сабағы деген кітапты жазуыма үлкен түрткі және тұздық болды. Белгілі бір сабақты өтіп болғаннан кейін соған сәйкес бір-екі осындай әңгімемен тұздықтаймыз. Ана бірге құрастырған афоризмдеріміз бар ғой, соны қамшы сөз деп осының ішіне жасадық. Қарағандының көп мұғалімі алды мектебі. Семей алды жақсы. Сонымен менің пайдам сол болды содан бері. Енді қазір мен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқушыларым үшін сүйікті ұстазымын. Оларға арнап мен ең жақынын сағынысып көргендей, әр таң сайын тұрасыңдар күлімдей, шексіз ауған ықыласты көргенде мәз боламын пейіштемен жүргендей. Қас қабаққа қарайсыңдар бәйек боп, жандарың жаз, жүректерің жалын от. Дәл сендердей шәкірті бар ұстаздың бақытсыз боп жүруге түк қақы жоқ деймін. Мен рахмет. Жандарым. Мен өз пәнімнің бақытты ұстазымын. Ал сіз бүгінгі күні өзіңіздің өміріңізде белгілі бір сәтсіздік бар деп ойлайсыз ба? Ендеше қуана беріңіз. Сіз бақытыңыздың баспалдағында тұрсыз. Зейіндеріңізге рахмет, амандықта қауышайық.